іс-әрекетіміз ерекше болғалы тұр. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырған іс-әрекетіміздің тақырыбы кішкентай зерттеуші деп аталады. Балалар, бүгін біз әртүрлі ережелерді зерттеп біліп танысатын боламыз. Ендеше балалар, тақтадағы суретке назар аударайықшы. Балалар нені білу керек және нені неге міндетті? Балалар үлкендерге көмектесуге міндетті, білім алып оқуға, ұстаздарды тыңдауға міндетті, және көшеде, үйде қоқыстарды шашпауға, оларды жинап жүруге міндетті. Және балалар, біз бір-бірімізбен дос болып, мейірімді болуға міндетті екенбіз. Дегеніміз не? Біздер тәртіпті, ұқыпты бала болу үшін көптеген ережелерді сақтауымыз керек екен. Ереже дегеніміз балалар, әр жердің өзінің ережесі болады. Мысалға, көшеге шыққанда балалар, тәртіпті бұзбауымыз керек, көше ережесін сақтауымыз керек, тентек болмауымыз керек. Ал топтың ішінде біздер бір-бірімізбен тату болуымыз керек, ойыншықтарды сындырмауымыз керек, шашпауымыз керек. Солай ма балалар? Ол үшін қазір біз сіздермен бір ойын ойнайтын боламыз. Суреттерге қарап, дұрыс емес деген ойын ойнайтын боламыз. Балалар, ендеше суретке назар аударыңыздаршы. Бірінші суретте не болып жатыр? Дұрыс айтасыңдар, Абдулазиз. Ойыншықтар не істеп жатыр? Шашылып жатыр. Ол дұрыс па балалар? Ахмет, дұрыс па ол? Дұрыс емес. Ойыншықты ойнап болғаннан кейін не істеу керек? Жинап қою керек. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді екінші суретке қараңдар. Ойыншықтар не істеп тұр? Жиналып тұр. Дұрыс айтасыңдар. Ал бірінші сурет дұрыс па, екінші сурет дұрыс па? Кәне, кім көрсетеді? Кел, Абду, көрсете қойшы. Қайсысы дұрыс? Шашылып жатқан ойыншық дұрыс па, әлде жиналып тұрған дұрыс па? Кәне, қайсысы дұрыс? Қайсысы дұрыс? Дұрыс па балалар де? Міне, жинаулы тұрған ойыншықтар дұрыс екен. Жарайсың, Абдулазиз. Отыра қой. Дұрыс емес екен таптық, Енді мына суретке назар аударайықшы, балалар. Бұл не? Дұрыс айтасыңдар. Көліктер. Бұл балалар қала көшелері. Айтайықшы, қала көшелері. Көшеде не көп балалар? Көліктер көп. Балалар, біз таңертең балабақшаға келгенде Айбибі немен келеміз? Немен келеміз? Автобуспен, әміре, машинамен келеміз, Сол кезде балалар, біз көшеде жүргенде жол ережелерін сақтап білуіміз керек екен балалар. Көшеде балалар, қиылыстарда бағдаршам деген тұрады. Бағдаршамның 3 көзі болады. Қызыл, жасыл, сары. Сол бағдаршамның көздерінің жануына байланысты біздер жолды кесіп өтеміз екен. Қызыл көзі жанғанда біз не істейміз балалар? Тоқтаймыз. Сары көзі жанғанда жүруге дайындаламыз. Қызыл көзі жанғанда не істейміз? Тоқтаймыз. Жасыл көзі жанғанда жүреміз екен. Әміре, мінекей, жолдың балалар әр жерінде осындай ақ жолақтар болады. Сол ақ жолақтар арқылы біздер көліктер тоқтағаннан кейін, бағдаршамның жасыл көзі жанғаннан кейін өтеміз екен. Жарайсыздар. Енді балалар, мына суретке қараңдаршы, мына жерде балалар не істеп жүр? Ойнап жүр. Қайда ойнап жүр бұлар? Қайда ойнап жүр, Ахмет? Ахмет, қайда ойнап жүр? Қараш. Көліктердің алдында отыр. Көліктердің алдында қайда ойнап жүр? Қане, көрсетші, қайда ойнап жүр? Не мынау? Не мынау, не? Машина. Мынау. Бұл жерлерге ойнауға бола ма? Болмайды, Жарайсыз, отыра ғой. Балалар, қараңдар. Көшеде арнайы ойын алаңдарында не істеу керек? Ойнау керек, Асар. Мынадай көлік алаңдарында ойнауға болмайды. Енді балалар, соған байланысты дұрыс және дұрыс емес ойынын ойнайық. Мына жерде
көрсетеді. Дұрыс сурет қайсы? Мына жерде балалар жол бойында ойнап жүр, ал мына жерде балалар бағдаршам арқылы жолды кесіп өтіп жатыр ақ жолақпен. Айбиба, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Кел көрсетші. Көрсете ғой. Қайсысы дұрыс? Далада ойнап жүрген бұл. Қане, қайсысы дұрыс? Ал мынау? Дұрыс па мынау? Ол дұрыс емес, я? Жарайсың, отыра ғой. Мінекей балалар, жолдың бойында машина, көлік жүретін жерде ойнау дұрыс емес. Ал міне ақ жолақпен бағдаршамның жасыл көзі жанғанда жүру дұрыс екен. Балабақшаға келдіңдер, я? Келген бойда ойыншық ойнадыңдар, я? Таңға сізбен сіздер ойыншық ойнадыңдар. Енді аттарына қараңдаршы. Не істеп жатыр ойыншықтар? Не істеп жатыр? Шашылып жатыр, Ахмет? Ахмет? Шашылып жатыр, балалар, ойыншықтарда бізде қуыршақтардың тұратын өзінің suresi бар, көліктердің өзінің suresi бар, Мына артта шашылып жатқан ойыншықтарды кәне жинап тастайықшы. Кім жинайды? Балалар, бөлмеде шашылып жатырған ойыншықтарды жинайықшы. Кәне, кім жинайды? Көліктерді өзінің орнына жинаймыз, қуыршақтарды өзінің орнына жинаймыз. Ахмет, шыға қой, бара қой, жинай қой. Айбиба, жинай қой, кәне, тез жинай қой, Нарыл. Көмектесе ғой, Нарыл. Бар, көмектес, ойыншықтарды жинай қой, көмектес, шығыр. Әр нәрсені өзінің орнына қойып жинайық. Дұрыс, Айбиба, дұрыстап қоямыз. Құлатпайтын ойыншықтарды ойнап болғаннан кейін орнына жинауымыз керек. Нарыл, жинай қой, тезірек. Жарайсыңдар. Әне, тағы екі бөліп қалып қойып. Айбиба? Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар. Құларды не істеді? Жинадық, осылай балалар ойнап болғаннан кейін әр ойыншықты өзінің орнына қоюымыз керек, жарай ма балалар? Балалар, енді ары қарай біз оқу іс-әрекетімізді ойын алаңына шығумен жалғастырайық. Балалар, біз қайда келдік? Ойын алаңына келдік, Балалар, қараңдаршы, ойын алаңы не болып жатыр? Шашылып жатыр, балалар жеген кәмпиттерінің қағаздарын, ішкен шығындарының ыдыстарын лақтырып кетті. Бұлдай жерде ойнауға бола ма? Болмайды, лас жерде ойнауға болмайды, Асар. Болмайды. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Бүгін аула сыпырушы апай да ауырып қалған екен. Ендеше біздер ойын алаңын не істейміз? Өзіміз жинап алайық, Балалар, бері қараңдаршы. Мына жерде екі Асар, мына жерде екі қоқыс жәшігі тұр. Мынау қандай түсті? Сары. Ал мынау қандай түсті? Жасыл. Балалар, бұлардың түстері білдіреді. Сары түсті қоқыс салатын жәшікке қағаздарды саламыз, Айбиба? Ал жасыл түстіге пластиктен жасалған, яғни мынадай пластик заттарды жасыл түске саламыз, Ал қағаз, полиэтилендерді сары түсті қоқыс жәшігіне саламыз. Алдымен алаңымызды тазалауға, сосын сол алаңда ойнайтын боламыз, Кәне, тез жинаймыз. Бара ғой, Айсұлтан. Кәне, Кәусар, тез жинайық, бар Ахмет. Айбиба бар. Шығыр, қағаздарды саламыз. Қағаздарды. Айбиба қағаздарды сарыға саламыз. Балалар бар, бәріне жинастанда, жүр. Қазір алаңға ойнайтын боламыз. Алыңдар. Алағы, еркіназ алағы. Кәне, тезетек балалар. Салдық ба? Кел, бері қарай жиналамыз. Бері қарай жиналамыз. Еркіназ бар, салып келе ғой. Шығыр, салып келе ғой. Бері қарай жиналайық балалар. Сала ғой. Қағазды сала ғой. Қараңдаршы балалар.
осылай ойын алаңын таза ұстауымыз керек. Ал енді бәріміз осы таза ойын алаңына ойнайық ойындар. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған іс-әрекетіміз де аяқталды, тобымызға келдік, иә? Балалар, біздер не үйрендік, не білдік? Нарыл, не білдік? Не үйрендік? Қадиша, не білдік? Дұрыс емес дегенді білдік, иә? Ережелерді білдік, көшеде жүру ережесін, топта ойын ойнау ережелерін білдік, иә? Енді балалар, ұқыпты, тәртіпті бала болып осы ережелерді сақтап жүреміз бе? Жүреміз бе солай? Тәртіпті бала боламыз ба? Ережені ұстанамыз ба? Жарайсыңдар балалар. Рахмет сіздерге үлкен. Бүгінгі оқу іс-әрекетіне өте жақсы қатыстыңдар. Рахмет.